Қарастырайық. Біздің қозғалыс теңдеуіміз x 5 плюс 2 көбейтуді түрінде берілсін. Табу керек. Бастапқы координаты, жылдамдық, графигін салу, график және орналастыру. Теңдеу жазып қойайық. Формуланы. Астына біздің берілген теңдеу жазайық. Бастапқы координаты табу үшін сәйкестендіреміз. x0 ол бізде 5 метр. Жылдамдық табу үшін сәйкестендіреміз. Жылдамдық бізде 2 метр секунд. График салу үшін кішкентай кесте толтырамыз. Т-ға 0 берсек, яғни мына жерде x тең болады 5, 2, т-ның орнына 0 қоямыз, 5 болады. Мұнда 5. Т-ға 1 секунд берсек, т-ның орнына 1 қойғанда 7. Осы координаталарды, яғни бізде бірінші координаты, екінші координаты оське саламыз. Так, бірінші, екінші. Бізде мұнда x, 0, т. 0 секунд болғанда бізде 5 метр. 1 секунд болғанда бізде 7 метр. Енді осының графигін салу үшін осы екі нүктені қосамыз. График салдық. Келесі сұрақ бізде орналастыру табу керек. S табу үшін бізде x минус x0, x деген бізде 7, x0 деген 5, сонда 2 метр. Мына аралығын қарайтын болсаңыз, бізде мына жерде 2 метр.